мына нәрсеге көз жеткізейікші, мына нәрсені білейік. Менде телефон бар, сізде телефон бар, бәрімізде телефон бар ғой, дұрыс па? Қазіргі кезде телефоны жоқ адам білмеймін, енді сондай бір кемде кем шығар, жоқ десек те шығар, өйткені міндетті түрде адамдармен байланыс жасау үшін қазір интернет деген нәрсе бар, ғаламтор деп қоямыз. Яғни қараңызшы, ғаламтор, тор десе тор ғой. Неге тор? Өйткені сол торға қамалған құс сияқты біз ғаламтордың торына қамалып, кәдімгі бәрімізде бір телефон бар, соның ішіне кіріп кетеміз, жаңағы әлеуметтік желіден шыға алмай қалдық. Кәдімгі бір зомби сияқты ғой. Біттік. Таңертең көзімізді ашқаннан кейін, оянғаннан кейін бірден қолымызға телефон аламыз, сөйтеміз де жатар кезде, тіпті түннің бір уағына дейін, таң атқанша дейін жаңағы телефон шұқылайтын жағдайға жеттік. Бұл бәріміздің ауруымыз. Енді бұл жерде мен сіздерге бір нәрсе айтайын, оны өздеріңіз мүмкін білетін шығарсыздар, білмейтін шығарсыздар. Адамдарды тура жолға бастайтын, яғни мен білім аламын, ізденемін, дамимын, жақсы нәрсе үйренемін деген сияқты ниетте болған адам, әлбетте осы телефон арқылы, интернет арқылы, әлеуметтік желі арқылы жақсылыққа жетуіне де болады. Тура сол сияқты соған қарама қарсы, мысалы ешкім жаңағы жаман нәрсе үйренемін деп, немесе жаңағы күнә істеймін деп, мен жаман жолға түсіп, адасып кетейін деп көбісі олай әрекетке бармайды. Бірақ шынымен де біреулер жоқ, мен жаман нәрсе үйренемін деп үйренетін адамдар да бар. Яғни темекі шегуді үйренемін, зина жасауды үйренемін, қалай ұрлық жасау керектігін деген сияқты, және қалай өз-өзіңді өлтіруге болады деген сайттар бар ғой, дұрыс па, білесіздер? Яғни өзіңді қалай өлтіруге. Әлеуметтік желіде жақсы нәрсе де бар, жаман нәрсе де бар. Яғни айтқым келген осы. Интернетте, ғаламторда, сол тордың ішінде жақсы нәрсе де бар, жаман нәрсе де бар. Сондықтан сіз бенен біз осы әлеуметтік желіні дұрыс пайдаланбасақ, біздің өзіміз үшін, отбасымыз үшін, ата-анамыз үшін, бала-шағамыз үшін, еліміз үшін, кез келген адам үшін жалпы өте қауіпті жағдай болады. Неге? Сол әлеуметтік желіні дұрыс пайдаланбасақ, адасып кетесің. Егер де сіздің Инстаграмдан, Ютубтан, ТикТоктан, білмеймін, әлеуметтік желінің кез келгеннен жаңағы сіз оқыған нәрсе, сіз көрген нәрсе, сіз естіген нәрсе ол жаман нәрсе болса, сіз бірден жаңағы адасып кетесіз. Сіздің сеніміңізді өзгертіп, оны қайта-қайта тыңдай бергеннен кейін сіз соған сеніп қаласыз да, ертеңінде сіз қате білім жинайсыз, адасасыз. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар ғой. Қиямет күні жақындаған кезде адамдар мұсылман болып кеш батырады. Мұсылман болып кеш батырады да, таңертең оянған кезде кәпір болып оянады дейді. Және кәпір болып кеш батырады да, мұсылман болып оянады дейді. Бұдан қалай түсінеміз бұл нәрсені? Бұл хадисті сол жаңағы біздің қоғамдағы смартфон, әлеуметтік желі, ғаламтор, интернет желілерін түсінсек болады деп ойлаймын. Өйткені неге? Сіз жатар алдында бір телефон шұқылап жаттыңыз, сол интернеттен сіздің тура жолыңыздан адастыратын бір ақпаратты көрдіңіз. WhatsApp'тан келді, Instagram'да оқыдыңыз деген сияқты. Сөйтесіз де діннен шығып кетуіңіз мүмкін да. Сіздің тура жолыңыздан адастыратын, жамандыққа қарай шақыратын неше түрлі жаман нәрселерді, жаман ақпаратты адамдар көп қой жер бетінде бұзақылық жасап жүрген. Кәдімгі өткен уағыздарымыз айтқандай, адамнан болған шайтан бар және жыннан болған шайтан бар дедік. Яғни кейбір адамдар шайтан. Шайтан дегеніміз азғырушы. Яғни адамдарды азғырып жүрген адамдар бар. Жамандыққа шақырып жүрген. Жүр кеттік ұрлық жасайық. Жүр кеттік елді тонайық. Жүр кеттік адам өлтірейік. Жүр кеттік қыздарды зорлайық. Жүр кеттік деп жаңағы жаман жолға шақыратын адамдар бар ма? Жоқ па? Бар ғой ондай адамдар. Яғни сол адамдар кімдер болады? Олар шайтандар болады. Жамандыққа қарай шақыратын, Алланың тура жолынан адастырып, керісінше жаман жолға қарай шақыратын болса, азғыратын болса, онда ол адамды минал джиннати уан нас, адамнан болған және жыннан болған шайтан деп Аллах тағала Құранда айтқандай, адамнан болған шайтан болады болды. Сондықтан біздің қоғамда жаңағы шайтан жігіттер, шайтан қыздар деп айтып жатамыз ғой. Ол шынымен де шайтан, өйткені сені ол жаман азғырып, жаңағы күнәға қарай шақырады. Алла сақтасын. Жақсылыққа қарай шақырмайды ғой, жамандыққа қарай шақырады. Сондықтан жаңа біздің қазақта қызға қырық үйден тыйым деп айтатын сөзі содан еді. Өйткені қыз бұзылса, ол елді бұзады екен ғой. Өйткені
ер адамның да әйел адамның бойында бір-біріне деген құмарлық, тән құмарлық, нәпсі деген нәрсе бар ғой, жаңағы шахуат, нәпсі. Егер де ол оянатын болса, ол хайуандық деңгейге түсіп кетеді, өйткені өзін ұстай алмайды. Оны ұстайды тек қана жаңағы тақуалық болса, құдайдан қорқатын болса, нәпсінің оянатын, шахуатты оятатын жерлерін күнәдан қорғайды. Сондықтан Аллах тағала баршамызды тура жолына адастырмасын. Тура жолына адастырмасын, күнәларымызды кешірсін. Сондықтан біз әлеуметтік желіде біздің қоғамдағы адамдардың үйінде отырып неше түрлі, мысалы, бір кісі бір ай үйінен шықпады дейікші, бірақ үйінен шықпай тек қана телефон көріп, телевизор көріп отыратын болса, сол телевизордан да жаңа жаман неше түрлі кинолар бар ғой, 2 минут сайын ыңқыл-сыңқыл, жаңағы Алла сақтасын, қыздардың ыңырсағаны, жаман сүйіскен кинолар, Алла сақтасын, көп қой енді. Оның бәрі жарнамалар бар неше түрлі. Енді бұл ақыр заман белгісі. Пайғамбарымыз бұл нәрселердің болатындығын айтып кеткен. Араққорлық көбейеді, зинаққорлық көбейеді, параққорлық көбейеді. Өңшең қорлықтар ғой. Барлығы қорлық десе қорлықтар ғой. Ертең қияметке Аллахтың алдына барған кезде барлығы Алланың азабын тартатындар. Бұның барлығы Алланың разы болмайтын амалдары. Телевизордан, әлеуметтік желіден бір ай үйден шықпаса да, сол телефоннан жаман нәрсені үйреніп алып, бәрін білуге болады да, субханалла. Мысалы, карантиннің кезінде, ауру шыққан кезде, карантин кезінде біз қаншама уақыт үйден шықпадық қой, бірақ сол үйде жатсақ та интернет ұстап тұрды ғой бізде жаңағы. Сол кезде кино көретіні кино көріп, интернеттен жаңағы неше түрлі нәрсені көріп, үйде тамақтарын жеп қойып, продуктын үйге толтырып қойып, жатты ғой қаншама адам. Бәріміз сөйттік десек болады. Бірақ сол әлеуметтік желіні жақсы жаққа қарай пайдаланды ма, әлде жаман жаққа пайдаланып жатыр ма деген сұрақ қой бұл жерде. Сондықтан жаңағы мына нәрсені айтқым келеді. Біздің қоғамда, мүмкін сіздер көрген шығарсыздар, мүмкін білетін шығарсыздар, мен өзім көп көрдім. Мектеп жасындағы қыздар және мектеп жасындағы ұлдар темекі тартады. Арақ ішетіндер бар, оны білесіздер. Және Алла сақтасын, кәмелет жасқа толмай, мектеп жасында зина жасап жатқан қыздар да жігіттер де көп. Оны біздің қоғам біледі. Ондай нәрсе жоқ деп айта аласыздар ма? Жоқ, бар ғой. Қазақтың қоғамында. Және сол мен мұсылманмын дейтін адамдар ғой. Мен мұсылманмын дейтін адамдардың ұлы мен қыздары. Мен өзім 2006 жылы мектеп оқыған кезінде кәдімгі естігем, біздің мектепте 6 сыныптың қызының аяғы ауыр болып қалған. Сол кезде де, мысалы, қараңыз. Ал қазіргі кезде интернеттің дамыған, бәрімізде сондай бір жаңағы сенсорный телефон, 4G деп қояды жаңағы. Wi-Fi ұрып тұр. Қайда барсаң да жаңағы бәрінде iPhone, телефон, Samsung жаңағы дамып кетті ғой. Сол телефоннан неше түрлі нәрсені, қалаған нәрсесін көріп алады. Қазіргі мектеп жасында қыздарға немесе жігіттерге жаңағы кейбір нәрселерді айтып отырсаң, ол нәрсе біліп отырады мысалы да. Бәрін біліп отырады. Сонда бұл не нәрсені білдіреді? Біздің қоғамда қазір адамдар әлеуметтік желінің зияндығы соншалықты, кішкентай жаңағы жас өспірімдердің өзі жаман нәрселердің барлығын үйреніп алған. Аялдамаларда, көшелерде кетіп бара жатсаң, кішкентай қыздардың жаңағы электронды темекіні тартып бара жатқанын көп көреміз. Қазақтың қыздары соны түтін шығарып, бұрқыратып әнжеде. Темекі шегуге бола ма? Темекі шегуге бола ма? Және электрон темекі деген нәрселер болмайды. Бір ауыз сөз болды. Болмайды, харам деп айтсақ болады мысалы. Яғни Алла Тағаланың кітабы Құранды ашатын болсақ, ол Құранда темекі шегуге болмайды деген сөз жоқ әлбетте. Алла Тағала мысалы темекі тартпаңдар деген жоқ қой. Пайғамбарымыз кезінде ол кезде темекі деген нәрсе жоқ болған. Иә, дұрыс, темекі деген нәрсе жоқ, бірақ кейінгі ғұламаларымыз бұл темекі алған кезде темекінің сыртында да жазылып тұр ғой жаңағы денсаулыққа зияндығы жайында, және ол нәрсе өлімге алып баратындығы жайында, өкпені істен шығарады деген сияқты көп қой енді жалпы, білесіздер. Оны ақыл есі дұрыс адамға дәлелдеудің керегі жоқ, өйткені ол білет болды. Тек қана жаңағы нәпсін жеңе алмай жүрген, қоя алмай жүрген адамдар ғана сол дауласып сөзді көбейту мүмкін. Бірақ ақыл есі сау адамға, түсінігі бар адамға, иә, дұрыс айтасың дейді болды. Ол зиян, бұл қою керек дейді болды. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам темекі тартпаған болса, біз мысалы кез келген істі бисмилласыз іс қылма, яғни бисмилласыз
қандай да бір істі бастайтын кезде бисмилля деп айт, бисмилля деп баста дейміз. Мысалы тамақ жейтін кезде, киім киетін кезде, бір істі бастар алдында дейміз, иә, мысалы жақсы істерді. Сол темекі шегетін кезде бисмилля деп темекі тартпайсыз ғой, астағфирулла. Сіз біліп тұрсыз ғой ол нәрсенің дұрыс емес екенін. Болды ғой. Пайғамбарымыз істемеген болса, сен темекі деген нәрсені қайдан шығарып алдыңыз сіз? Сондықтан темекі бірінші денсаулыққа зиян, екіншіден ақшаң далаға кетеді ысырап. Неге сіз оны нәрсені алғанша неге пайдалы нәрсеге жұмсамайсың? Бірақ қазіргі мектеп жасындағы өсіп келе жатқан сол жігіттер мен сол қыздарға, іні қарындастарымызға ол нәрсені қалай жеткіземіз? Олар балалықпен, шалалықпен түсінбеуі мүмкін. Біз барынша дұға жасауымыз керек. Сол қыздар мен жігіттердің әке шешесі сол ұлы мен қыздарына дұға жасасын, түсіндіру керек. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару әрбір мұсылманның парызы. Сіз бен біз жүрген жерімізде ескертуіміз керек.